Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Гаухар. Ерекше әдемі дастарханымыздың көркін келтіретін гүл орама дайындайық. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға жұмыртқа саламыз. 2 жұмыртқа, менде жұмыртқаның сарысы. Үстінен су, тұз қосып, жақсылап нанымызды илейміз. Жақсылап басып, демалдырып қоямыз. Енді салмасын дайындайық. Асқабақ, ет, пияз қосып, дәміне қарай тұз бұрышын қосамыз. Үстінен сұйық май құйып, жақсылап араластырамыз. Нанымызды алып, 2 бөлікке бөліп, жұқалап жайып аламыз. Енді осылай 10 см шамасында бөліп аламыз. Ортасына салмамызды салып, видеодағыдай түйіп аламыз. Осылай көп бөліктерге бөліп алдым. Егер ұзын қылып жасайтын болсаңыз, гүлдеріңіз онша әдемі болып көрінбей қалады. Осындай кішкентай розалар әдемі көрінеді деп ойлаймын. Мантаваркамызға майымызды сеуіп, осылай біртіндеп салып аламыз. Осындай ерекше әрі әдемі гүл тәріздес орамамыз дайын. 45 минут шамасында пісті. Ас болсын.